Армысыздар, эфирде апта ақпарат, студияда Гүлсез Мақтас. Облыс әкімі Ахмет Мұхамбетов жұмыс сапарымен Алтынсарин ауданына барды. Онда өңір басшысы жергілікті халықпен кездесу өткізді. Оның барысында тұрғындар өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Ауыз сумен жабдықтау, жолдардың сапасы, газдандыру секілді өзекті мәселелер көтерілді. Архимед Мұхамбетов барған алғашқы нысан Алдиярұлы атындағы мешіт болды. 100 адамға арналған ғимарат 1998 жылы пайдалануға берілген. Алайда мешіт салынған сәттен бастап бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Облыс әкімі аудан басшылығына бұл мәселені ерекше бақылауға алуды тапсырды. Осы жылы абаттандыру жұмыстарын бітіреміз. Осында жасаймыз. Иә, осы енді автотұрақ жоқ. Осы жылы бітіреміз осы жұмыстарды. Қанша қаржы бөлесіз? Осы жылы 24 миллион бөлеміз. Оған қандай жұмыстар жасайсыңдар? Осы 5 метрлік осында брусчатка болады, отмостка болады, және тағы да 7 миллион 600 теңге бәрі қоршау болады. Қоршау 79 метр. Автотұраққа көзделмеген әлі әзірше. Сол жоспар бойынша. Бірақ бізде осындай бірінші подсыпка бар. Осы подсыпканы істейміз осында. Вертикальный планировка. Вертикальный планировкадан, иә. Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту үшін биыл Алтынсарин ауданында сумен жабдықтау аясында 32 жоба іске асырылады. Енді 13 ауыл тұрғындары орталықтандырылған су жүйесіне қосылса, 7 елді мекенге су тарату пункттері орнатылмақ. Өткен жылдардағыдай өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға да баса назар аударылатын болады. Өйткені мемлекет басшысының халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты жолдауында оның көлемін 2025 жылға қарай 1,5 есе ұлғайту міндеті қойылды. Ал 2022 жылға арналған азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу ұлттық жобасы шеңберінде біздің өңір үшін өңдеуші өнеркәсіп өндірісінің көлемі 1 триллион 100 миллиард теңге. Біз 1 триллион 300 миллиард теңге деңгейінде орындауды күтеміз. Яғни 200 миллиард теңгеге артық орындауды жоспарлап отырмыз. Сондықтан автомобильдер мен машина жасау өндірісін ұлғайтуды жалғастырамыз. Ел президенті ағымдағы жылдың 11 қаңтарында мемлекет қолайлы инвестициялық ахуалды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалғастыру және күшейтуге мүдделі екенін айтты. Біздің күш-жігеріміз сыртқы, сондай-ақ отандық инвесторларды тартуға бағытталатын болады. Алдағы жылдары 6000 жұмыс орнын аша отырып, 2 триллион теңгеге 80 жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Аталмыш тізімнің кейбір жобалары қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, Қостанайда Сарыарқа автопром жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында ағымдағы жылдың өзінде Chevrolet Onix, Lada Granta және Kia Sportage жеңіл автомобильдердің модельдерін ұсақ тораптық әдіспен құрастыру жолға қойылатын болады. Инвестициялардың көлемі шамамен 15 миллиард теңгені құрайды. Облыс әкімі есебінен кейін тұрғындар өз сұрақтарын қойды. Жиынға келе алмағандар әлеуметтік желілермен Zoom платформасы арқылы байланысқа шықты. Серік Алпысов, Малая Чураковка ауылының тұрғыны, өңір басшысына қойған сұрағы көшені жарықтандыру мәселесіне байланысты болды. Биыл балалардың мектепке барған кезде көше жарығы бойынша енді кейбір кісілер апаратын кісілер, апара алмайтын кісілердің балалары, кішкентай балалар қараңғы көшемен кетіп бара жатады. Сол жағынан қиындық туғызып тұр. Одан кейін аудандық больница сол көше, больничный Малая Чураковка ауылы. Сол жерден де аудандық больницаға келетін кісілер де бар. Боранды күндер трассада машина қалып жаяу алып жүргенде де қиындық туғызады. Сол больничный көшесіне жарықтандыру биылғы жылға қарастырыла ма? Больничный көшені жарықтандыру үшін жобасы бар. Жобасының күні 1 миллион 745 мың теңге құрайды. Осы жылы жарықтандыру жұмыстарды бітіреміз. 1 миллион 745 мың теңге жете ме? Осы айтқан көшелерге? Иә, түгел көшіне жетеді. Ол тек лампыларды жаңағы орнатасыңдар ма? Ана нелері бар ма? Опоралары? Опоры бар. Опоралары бар. Тек сол алдық біз. Қашан аяқтайсыңдар? До сентября месяца закончим. Жақсы онда, қыркүйек айына дейін аяқтаймыз, уәдемізді береміз. Жайылымдық жер мәселесі ауыл тұрғындары үшін өте өзекті болып тұр. Селантьев және Обаған ауыл тұрғындарының да көтерген түйткілі осы. Жердің көбі жеке шаруашылықтар қарамағына өтіп кеткендіктен, мұнда да жайылымдық жерді мәселесі туындауда. Обаған менен Селантьевкінің екі арасында бір менің үйімнен 50 метрден басталып жыртылып тастаған, 50 метрден. Таңертең мал шыққан бетте соған түседі. Оны қайырғанша уже естіліп, милиция келіп, басталып бізге штраф салады.
біз жылда штраф төлейміз. Үйдің есік алдынан 50 метр жер. Енді сол үйдің маңайындағы жерді бізге ауыл тұрғындарына обағанменен жаңа Селандинг тұрғындарына алып берсеңіз, соған көмектессеңіз. Я по этому вопросу уже разговаривал. После первого покоса директор предприятия разрешает выпасать на этом поле. На сегодняшний день пока такой меморандум. Он готов отдавать людям землю пользоваться безвозмездно. Да, так она и происходит, но только после первого покоса именно экспорцета. Жалпы қазір енді облыста жалғыз Алтынсарин ауданы емес, солтүстік аудандар деп айтамыз ғой. Алтынсарин кіреді соның ішіне, Қостанай ауданы, мына Меңдіқара, Ұзынкөл, ары қарай Қарабалықпен, жаңа Федоров аудандары, Сарыкөл ауданында кіреді, қазір сол жаққа барамыз. Жалпы мынау мал бағатын жаңағы жайылым жерлері бүгінгі күні тапшы деп айтуға болады, қиын. Өткені кезінде сол 90-шы жылдары совхоздар құрып кетті, одан кейін жеке жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестер пайда болды, шаруа қожалықтары пайда болды, жерлердің барлығын соларға берген. Біздің облысымызда қазір енді 19 миллионнан астам гектар жер бар. Сол 10 миллионға гектарға жуық ол ауыл шаруашылық жерлерін тиесілі. Халықтың көбісі сол мал бағуға, жаңағы малды жаюға жер сұрайды. Қазір біздер жұмыс жүргізіп жатырмыз. Арнайы мынау космомониторинг арқылы пайдаланбайтын жерлерді анықтап, сол жерлерді халықтың жаңағы құзырына беріп жатырмыз. Өңір басшысы барлық көтерілген мәселелердің мүмкіндігінше оң шешілетінін айтты. Кездесу қорытындысы бойынша Архимед Мұхамбетов Алтынсарин ауданы әкіміне ауылдарды дамыту мен абаттандыру және халықты жұмыспен қамту мәселелеріне ерекше назар аударуды тапсырды. Бауыржан Қасымхан, Манырбек Қосқолов, Қостанай телеарнасы. Қостанай қаласының әкімі Марат Жүндібаев кәсіпкерлермен кездесті. Ашық диалог түрінде өткен кездесуде өңірдегі шағын бизнес саласындағы салмақты істер талқыланды. Одан бөлек қаланы абаттандыру жұмыстары да сөз болды. Қостанай қаласы облыс бойынша өндірістік тауар шығару жөнінен алдыңғы қатарда. Мәселен, сүт өнімдерінің 64%, құрылыс монтаждау жұмыстарының 40%, өндірістік өнеркәсіптің 39% облыс орталығына тиесілі. Индустриялық инновациялық даму бағдарламасы басталғаннан бері Қостанай қаласында 79 миллиард теңге инвестициясы бар 31 жоба іске асырылды. Оның нәтижесінде 2000 жұмыс орны құрылды. Бүгінгі таңда Қостанай қаласында орналасқан индустриалды аймақта 4 ірі инвестициялық жоба іске асырылуда. Олардың жалпы құны 171 миллиард теңгені құрайды. Нәтижесінде 1000-нан астам жаңа жұмыс орны құрылатын болады. Атап айтсам, 4 жобаның екеуі Камлет кезетке тиесілі. Жылына 45 мың тонна шойын құятын зауыт іске қосылады. Сондай-ақ жүк техникасына арналған жетекші көпірлердің басты бірлестерін шығаратын зауыт салынады. Оның қуаты жылына 65 мың дана бұйым шығаруға мүмкіндік береді. Бұл жобалардың бәрі толығымен экспортқа бағдарланбақ. Ал Технопарк кезет жобасы аясында жылына 600 бірлік коммуналдық техника пайдалануға берілмек. 4-ші жоба МТЗ Қазақстан кәсіпорындарының жобалық қуаты жылына 10 мың трактор кабинасын шығаруға қауқарлы болады. Қала әкімі мемлекет басшысының экономиканы әртараптандыру, импортқа тәуелділікті барынша азайту, қоғамдық әл-ауқатты арттыру секілді мәселелерді шешу бойынша берген тапсырмаларын тыңғылықты орындау қажеттігін айтты. Өткен жылы барлық нысаналы индикаторларға қол жеткізіп, қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуына оң динамика байқалды. Бұл жылғы меже одан да жоғары. Ел дамуындағы оң өзгерістер бизнеспен тікелей байланысты болғандықтан, саяси реформаларды бірлесе жүзеге асыру керекпіз. Мемлекет кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы орта қалыптастырып, кәсіпкерлер қоғамға, халыққа қызмет етсе, бұл өз кезегінде елдің әл-ауқатын арттыруға, тұрмыс деңгейін көтеруге ықпал ететіндігі сөзсіз. Осыған орай қаламыздың бизнес өкілдері жаңа жобаларды бірлесе жүзеге асыруға шақырамын. Әкімдік тарапынан барлық қолдау шаралары болады. Мемлекеттен қолдау тапса да, кейбір кәсіп иелері алған жерді тиімді пайдаланбайды. Сондай-ақ бизнес нысандарының сыртқы келбеті көңіл көншітпейді. Ол қаланың көркіне кері әсерін тигізетінін айтты Марат Қонысбайұлы. Мәселен, Амангелді көшесі 72 мекенжайында орналасқан айналайын дүкенінің қасбеті бірнеше жыл жөндеу көрмеген. Сондай-ақ Тәуелсіздік көшесі 118 А мекенжайында тұрған бұрынғы колледждің ғимараты қаланың көркін кетіріп тұр. Бұдан бөлек шаһардың орталығында орналасқан кейбір дүкендер жөндеуді қажет етіп тұр. Осыған байланысты сәулет және қала құрылысы және жер қатынастары бөлімі жергілікті полиция қызметімен бірлесіп, жоғарыда аталған кемшіліктерді жою керек. Олар басында түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Егер ол нәтижесін бермесе, заң жүзінде талап етілетін болады. Бизнес өкілдеріне айтарым, біз бір қалада тұрамыз. Егер әр кәсіп иесі өз аумағын тазартып, өзіне тиесілі нысанның сыртқы келбетін жөндесе, қаламыз одан сайын әдемілене түседі.
Кәсіпкерлермен кездесу барысында қаланы көгалдандыру мәселесі де сөз болды. Мәселен, ағаштар отырғызу, гүлзарлар орнату, жарықтандыру, тротуарлар мен алаңдарды асфальт бетонмен және кеспе тастармен жабу, сондай-ақ ойын алаңдарын және шағын сәулет нысандарын орнату керек деді Қостанай қаласының әкімі. Ағымдағы жылы 24 ауланың аумағына абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Бұл мақсатқа 257 миллион теңге бөлінді. Сондай-ақ 2500 көшет отырғызу жоспарда тұр. Оларды күтіп ұстауды да ұмытпау керек. Егер де өз бизнес аумақтарына көшет отырғызам десеңіздер, әкімдік тарапы қуана-қуана көмектесуге дайын. Бұдан бөлек қаланы жарықтандыру, жол құрылысы және көп қабатты тұрғын үйлердің сыртқы бетін қаптау жұмыстары биыл да жалғасын табатын болады. Келер жылы Қостанай қаласында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы басшыларының кездесуі өтеді деп жоспарланып отыр. Мемлекетаралық маңызды шараға тыңғылықты дайындалуды тапсырды Қостанай қаласының әкімі. Бауыржан Қасымхан, Алекс Сытник, Қостанай телеарнасы. Аманат партиясының қолдауымен бақытты отбасы атты партиялық жобаны іске асыру шеңберінде адал жүрек әлеуметтік жобасы еліміздің 4 өңірінде тұсаукесерін өткізді. Семинар тренингтің кезекті көрінісі Қостанай облысында ұйымдастырылды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Жобаның басты мақсаты бірлескен ұжымдық еңбекті ұйымдастыру арқылы көпбалалы отбасылардың арасында рухани адамгершілік құндылық қағидаттары аясында өзін өзі тану деңгейін арттыру. Адал жүрек жобасы қоғамдағы масылдық туралы таптаурын көзқарасты жеңуге жәрдемдеседі. Мы представляем социальный проект «Адал жүрек». Жоба 2007 жылдан бастап Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе ауылында, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласында табысты іске асырылуда. Қазіргі уақытта жоба 10-ға жуық отбасын біріктіреді. Олардың көпшілігі көп балалы, жалпы саны 50 адам. Аманат партиясының облыстық филиалында өткізілген семинар тренинг көпбалалы отбасыларды, үкіметтік емес ұйым өкілдері мен еріктілерді, сондай-ақ депутаттық фракция мүшелерін қамтып, олардың ой-пікірлерін бір арнаға тоғыстыра білді. Негізі әлеуметтік жоба мына бағыттар бойынша жүзеге асады. Мы хотим, во-первых, поделиться опытом. Мы хотим найти идейных партнеров. Жобаның рухани білім атты бағытында қатысушылар белгілі ағартушылардың Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Абай Құранбайұлы тәрізді тұлғалардың еңбектерін зерделейді. Ал жас ұрпақты тәрбиелеу бағытында балалар мен жасөспірімдер ересектермен еңбекке, командалық жұмысқа қатысады. Ұлттық мәдени мұраны, халық дәстүрі мен әдет ғұрыпты таниды. Білім беру курстары бойынша менеджмент, эмоционалды зияткерлік, келіссөздер өнері шеңберінде шеберлік сағат өткізіледі. Асар қағидаты бойынша көпбалалы отбасылардың үйлерінде жөндеу жұмыстарын жүргізуге, ал кірпіш өндірісі өз өнімдерін пайдалана келе, шаруашылық қажеттіліктерге арналған құрылыстардың салынуына сеп болмақ. Мы знакомимся с достаточно уникальным, на мой взгляд, проектом. Әлеуметтік жобаның ерекше айта кетер тұсы адамды еңбекке баулуға негізделуі. Қоғамның кез келген мүшесін рухани тұрғыда демеп, өз өмірін, тұрмысын түзетуге бағыт-бағдар сілтейді. Бұл әсіресе көп балалы отбасылар үшін өте маңызды. Ешкімге алақан жаймай, өз маңдай терімен нәпақа табу әрбір адамға үміт сыйлайтынын ұмытпауды ұғындырғысы келеді. Қысқасы, әлеуметтік әлсіз топтар тізіміне енген көпбалалы отбасылар үшін бұл жобаның берері мол. Мұндағы ең басты қағидат аш адамға балық емес қармақтың ұсынылуы. Сол арқылы жігер, үміт сыйлау. Айтпақшы, бұл жобаға қырғыз ағайындар ерекше қызығушылық білдіргенін айтады. Айдын Ізбасар, Айдын Шайкенов, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы. Биыл болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының шыққанына 5 жыл толды. Мақала 2017 жылы 12 сәуірде отандық басылымдарда жарияланып, қоғамда үлкен резонанс тудырған еді. Бағдарламаның 5 жылдығына орай Қостанайда зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел жиыны өтті. Рухани жаңғыру жобасы алғашында мақала болып шыққанымен, кейін бағдарлама ретінде қабылданып, 2017 жылдың 26 сәуірінде оның іске асуын үйлестіретін және қадағалайтын орган Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы ұлттық комиссия құрылып, өңірлерде де жобалық кеңселер ашылған болатын. Қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан рухани жаңғыру бағдарламасының 5 жылдығына орай дөңгелек үстелімізді ашып отырмыз. Барлықтарыңызды осы жиында көріп отырғаныма қуаныштымын. Әсіресе мына жас буынды еліміз қоғамдық өмірдің түрлі салаларында жетістіктерге жетіп, рухани жаңғыру жолында алға нық қадам басып келе жатқан рухани бағдарламасының құжаттарын, өзгерістерді, конституциялық реформаларды, рухани жандану негіздері заманауи әлемдік тереңдерге, Қазақстана жаңа жаһандық ахуалға бейімдеуді көздейді. Ал өзіміз осы рухани жаңғыру бағдарламасының идеясы бүгінде біздің ел үшін ғана емес, жалпы халықаралық қоғамдастық үшін өзекті болып отыр.
болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының түпкі мазмұны ұлттық жаңғыру деген ұғымды тудырып, сол тіркестің өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіретінін атап көрсетті. Осы орайда сақтан қалған салтымыз бен ғұннан қалған ғұрпымыз қайта түлеп, тарихи мәдени тұрғыда өшкеніміз маздап, жоғымыз түгенделді. Сондай-ақ қазақ әліпбиінің жаңаша өзгеруіне даңғыл жол ашылды. Ахмет Байтұрсынұлы әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, замандағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліпби жақсы болмақ деп өз пайымдауын жасаған болатын. Жазу адамзаттың ұлы мәдени құндылықтарының қатарына жататын өркениет дамуының бірден бір бөлігі. Расында да жаңа айтып отырмыз, мемлекеттік тілді үйренуіміз керек деп. Жоқ, біз мемлекеттік тіл, ол мемлекеттік тіл, ал ол қазақ деген ұлттың, яғни ұлттық тілі. Бұл жерде әрбір қазақ, әрбір Қазақстан мемлекетінің азаматы, Қазақстан мемлекетінде тұрғаннан кейін сол қазақ тілінің ол үйреніп емес, сол қазақ тілінде сөйлеуіне оның негізгі мәселесі отбасынан тәлім тәрбие алу керек. Сол тілде сыйлап, сол тілді үйренуге тырысу керек. Мемлекеттік тіл деген ұлттық сананың ең басты кілті. Қазақ тілінде сөйлеу арқылы санамыздың түкпірінде жатқан өткен тарихқа деген көзқарасымызды түзейміз. Келешекке деген сеніміміз артады. Отырыста зиялы қауым өкілдері жастардың санасына осындай ойды орнықтыруды көздеді. Айдын Шайкенов, Олег Сытник, Қостанай телеарнасы. Биыл қазақ журналистикасының атасы Мұхамеджан Сералиннің 150 жылдығы мен Қостанай таңы газетінің 100 жылдығы тұспа-тұс келіп тұр. Осы атаулы мерейтойлар қарсаңында қандай іс-шаралар атқарылмақ? Бұл турасында өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте басылымның бас редакторы Жанұзақ Аязбеков пен Қарабалық ауданы әкімінің орынбасары Ибрагим Бекмұхамедов айтып берді. Мұхамеджан Сералин қазақ баспасөзінің бастауында тұрған Айқап журналының редакторы болды. Ол журналды жұрттан қарызға ақша алып жүріп шығарған. Спикерлер тұлғаның қайраткерлігін тілге тиек етіп, оның бұрынғы ауыл, қазіргі Қостанай таңы газетін ашуда да еңбегі ұшан теңіз екенін атап өтті. Міне осы газетті алғашқы нөмірінен бастап 26 жылға дейін Сералин маңдай терімен терлетіп отырып, газетті үздіксіз шығуын қамтамасыз етіп, оның мазмұнына, газеттің сапасын арттыруға ерекше былай айтқанда тер төгеді. Өйткені ерекше дейтінім, ол редактор болып қана қойған жоқ, сол кездегі губерниялық атқару комитетінің төрағасы болды. Ол сонымен қатар мемлекеттің жұмысында жұмыс істеп жүріп, бір жағы газеттің редакторы да болды. Міне бұндай ол кездегі көз ашық алаш қайраткерлерінің екеуінің басында болмайтын бір былай айтқанда қасиетті бақта дәл осы Сералиннің басында болды. Ол кезде бәрі жетіспей жатқан кез, жаңадан ғана құрылып жатқан кез, кеңес өкімет жаңа орнаған кезі, көптеген әлеуметтік мәселе шешілмеген кездің өзінде соның бәрінен тығырықтан жол іздеп, барлығын басын қосып, ұйымдастырып алға жылжытқан Сералин болды. Сералин қазақ руханиятында, қазақ журналистикасындағы орны ерекше дейтініміз сондықтан. Бас редактордың айтуынша Мұхамеджан Сералиннің сәуле түспеген, әлі толық бағасын алмаған еңбектері бар. Спикер соның бәрі саралануы тиіс дегенді жеткізді. Сондай-ақ облыста Қостанай таңы газетінің 100 жылдығына орай бірқатар іс-шаралар жоспарланып отырғаны да айта кеткен жөн. Осы орайда өңірлерде оқырмандар қауымымен, ардагерлермен жүздесулер, 100 жылдыққа 100 ауыл акциясы өткізілмек. Аталмыш акция жыл бойы жалғасады. Облыстағы барлық түкпір-түкпір ауылдарды аралап, арнайы журналистік десант жіберіп, ауылдың қазіргі тіршілігін жазып көрсету. Міне 100 жылдыққа 100 ауыл акциясының мақсаты сондай. Одан кейін бір ірі шараның бірі, мынау біздің Ахмет Байтұрсынов атындағы университетте 4-ші халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізгелі отырмыз бірлесіп. Бұған енді негізгі базамызда барлығы да осы Байтұрсынов университеті болады. Бұған шетелдің қонақтары да зуммен қатысады, зум арқылы да өзі арнайы шақырылады, көрші мемлекеттерден шақырылады. Сонда негізгі девизі Қостанай газетінің 100 жылдығы Қазақстандағы заманауи журналистика және пиардың өзекті мәселелерін тақырып талданады. Мұхамеджан Сералиннің туған өңірі Қарабалық ауданында да бірқатар жобалар жүзеге асырылмақ. Жоспарланған жұмыстар жөнінде аудан әкімінің орынбасары Ибрагим Бекмұхамедов баяндады. Оның айтуынша, мерейтойға әзірлік өткен жылы басталып кеткен.
На сегодняшний день в районе создана рабочая группа. Бүгінгі таңда ауданда мерейтойды атап өту мақсатында арнайы жұмыс тобы құрылды. Оған қоғамдық пікір көшбасшылары, ақсақалдар мен жергілікті атқарушы орган өкілдері кірді. Жоспар 18 негізгі іс-шараны қамтиды. Оның ішінде Мұхамеджан Сералиннің өмір жолы туралы кітап жазу және шығару, Топжарған және Гүлқашим атты 2 поэмасын орыс тіліне аудару, Сералин ұрпақтарының Қостанай облысының көрнекі ғалым қайраткерлері және Ресейден келген қонақтардың қатысуымен халықаралық ғылыми практикалық конференция ұйымдастыру жұмыстары тұр. Қазақ журналистикасының атасы Мұхамеджан Сералиннің айқабы әлі күнге сөнбейтін жарық жұлдыздай ұлт баспасөзі көгінде жарқырап көрінеді. Айта кетейік, Ақын Міржақып Дулатов аталған журнал жайлы білім әлеміне ашылған бір терезе болды деп айтқандай, айқап қалың қазақты мүлгіген ұйқысынан оятып, ұлт болып ұйысуына, сауатын көтеріп, мәдениетті отырықшы ел қатарына қосылуға ұмтылуына жол аша білді. Бауыржан Қасымхан, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Көктем келіп, қар кетісімен жыл сайын тазалық айлығы өтеді. Бұл жолы да дәстүр бойынша 2 айға жоспарланған санитарлық тазалау және абаттандыру жұмыстары басталды. Жалпы қалалық сенбілікке қала тұрғындары мен барлық әкімшілік қызметкерлері және білім ошақтарының ұжымы қатысты. Одан бөлек қажетті техникалар да жұмылдырылды. Бұл облыс орталығындағы Пушкина көшесі. Мұндағы тазалық жұмысымен алдымен қала әкімі Марат Жүндібаев өзі бастады. Айналадағы шөп шаламды тырмалап, күл қоқыстан тазартты. Бұдан бөлек акцияға әкімшілік қызметкерлері, білім бөлімі, бір сөзбен айтқанда барлық мемлекеттік қызметкерлер бір кісідей атсалысты. Әрбір тұрғын, әрбір мекеме, ұйым қала тазалығына аса мән беруі тиіс дейді шаһар басшысы. Уважаемые кустанайцы, Бүгін жалпы қалалық сенбіліктің алғашқы күні. Сенбілікке дайындық барысында біз жиналыстар өткізіп, кәсіпкерлерді, жастарды шақырдық. Бұл шара қала тазалығы үшін үлкен маңызға ие. Сондай-ақ ол бірлігіміздің айқын дәлелі болады деп ойлаймын. Әр заңды және жеке тұлғалар өз қарамағындағы жерлерді, сонымен қатар қалаға қарасты аумақтарды тұрмыстық қалдықтардан тазартып, жинап, белгіленген орынға төгуі керек. Қала аумағын, көшелерді, тротуарларды қоқыс қалдықтарынан тазарту мақсатында экологиялық айлық өткізу қостанайлықтар үшін бұл жұмыс дәстүрге айналған. Осы науқан аралығында санитарлық тазалау, көгалдандыру, көшеттер отырғызу және әктеу бойынша біршама жұмыстар атқарылады. Бұрынғыға қарағанда қазір тұрғындар экологияға, тазалық жұмыстарына үлкен жауапкершілікпен қарай бастады дейді мамандар. Бүгін біз жалпы қалалық сенбіліктің бірінші күнін бастап кеттік. 2 айлық сенбілік осы қалада басталып, бүгін бірінші сенбілікке Қостанай қалалық мәслихат аппаратының толықтай ұжымы атсалысып жатырмыз. Белсенді қатысып, осы қазіргі санитарлық тазалықты барлық қалалық тұрғындарға өз үлестерін қосуға шақырамын. Және де осы қаланы өзіміздің үйіміздей таза ұстауға шақырамын. Барлық тұрғын өзінің үлесін қосса, қаламыз өркендей түседі деп ойлаймын. Бұл қаламыздың көркеюіне және де құлпыруына көп әсер тиеді деп ойлаймын. Сондай-ақ осы қалалық немесе облыстық мекемелердің, ұйымдардың ұжымдарын осындай сенбілікке қатысуға шақырамын. Бұл сенбіліктен қала жастары да шет қалмады. Еріктілер триатлон саябағын ретке келтіру жұмыстарын жасап, таза қала құруға өз үлестерін қосуда. Шаһарды шырайландыру жұмыстары 2 ай бойы жалғасатын болады. Жиналған қоқыстар қала сыртына шығарылады. Әйгерім Төлепова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Қалалық әкімдікте сол сияқты шаһар басшысының төрағалығымен мамыр айында мерекеленетін мейрамдардың жоспарын пысықтауға арналған жиын өтті. Алдағы айдың алғашқы күнінен бастап назарға ұсынылатын мәдени іс-шаралар төңірегінде толығырақ тілші бейнематериалынан біле аласыздар. 1-ші, 7-ші және 9-ші мамыр күнтізбеде қызыл болып белгіленген думанды даталар. Бұл күндері дүйім жұрт демалып қана қоймай, жергілікті атқарушы билік тарапынан ұсынылған түрлі мерекелік шараларға куә болып, мамыр айындағы мейрамдардың мән-маңызын кезекті рет түйсінеді. Мамыр айында елімізде үш бірдей мемлекеттік мереке аталып өтілуде. Олар 1-ші мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, 7-ші мамыр отан қорғаушылар күні және 9-ші мамыр жеңіс күні. Өздеріңізге белгілі 2020-2021 жылдары пандемияға байланысты мерекелерді тойлау тұрғысында біршама шектеулер енгізілген болады. Биыл мерекелерді атап өту дәстүрлі форматқа келе бастады. Сондықтан әкімдік тарапынан ұйымдастыру жұмыстарында дайындық тыңғылықты жүріп жатыр. Қала тұрғындары мен қонақтарына алдағы мерекелердің лебін сездіру мақсатында көшелерде 20-дан астам тақырыптық баннерлер ілінетін болады.
олар облыс орталығының барлық дерлік шағын ауданында көрініс табады. Что касается проведения Дня единства народа, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне қатысты айтар болсақ, бұл мейрам Сити орталықта концерттік бағдарламалардың көптігімен ерекшеленеді. Яғни күндізгі сағат 11-ден кешкі сағат 8-ге дейін кешенді бағдарлама ұсынылатын болады. Бұл іс-шараларды облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен қоғамдық келісім мекемесі және этномәдени бірлестіктер әзірлейді. 7 мамыр Отан қорғаушылар күнін мерекелеуге келер болсақ, биыл Қазақстанда мерейтойлық жыл. Еліміздің қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл толады. Осыған орай облыс орталығында да тиісті мерекелік бағдарлама ұйымдастырылатын болады. Ел тірегі сарбаздар атты концерт аясында джаз және үрмелі аспаптар оркестрі өнер көрсетеді. Сондай-ақ тұрғындарға қару-жарақ көрмесін тамашалауға мүмкіндік туады. основное мероприятие, что касается Дня Победы, Жеңіс күні мерекесін тойлау ерте басталады. 26 сәуірде 151-ші атқыштар бригадасының майданға аттануының 80 жылдығына арналған веложарыс өтеді. Сосын соғыс тақырыбында митинг өтеді. 5 мамырда майдан бригадалары атты акция басталады. Ең ауқымды 9 мамыр мерекесінің негізгі іс-шаралары шектеусіз өтеді. Ол күні гүл шоқтарын қою рәсімі таңғы сағат 10:00-де басталады. Сондай-ақ Жеңіс саябағында концерттік алаңдар мен әскери далалық ас үйлер жұмыс істейтін болады. На 9 мая мы почему запланировали все мероприятия провести в Парке Победы? Мерекені атап өту барысында қала тұрғындарына қолайлық тудыру үшін қоғамдық көлік қозғалысын уақытша өзгерту керек. Сосын екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлерін Жеңіс саябағына жеткізу, орналастыру мәселесін алдын ала ойластыру керек. Мерекенің негізгі кейіпкерлері майдангерлер екені сөзсіз. Осы күні облыс орталығында олардың жалпы саны 22 адамға шақ. Жеңіс күні олардың әрқайсысына 1 миллион теңгеден беріледі. Ал түрлі мөлшердегі әлеуметтік көмек 1800 ардагерге көрсетілетін болады. Бұл мақсатта барлығы 69 миллион теңге қарастырылған. Айдын Шайкенов, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Қостанайда облыстық жас тұлпар оқушылар айтысы өтті. Дәстүрге айналған іс-шара биыл 30-шы рет ұйымдастырылып отыр. Сөз бәйгесінің бұл жолғы тақырыбы рухани көсем Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына және балалар жылына арналған. Жыр додасында өңіріміздің әр түкпірінен келген өнерлі өрендер өз ойларын өлеңмен өріп, сөз сайысында өзара тартысқа түсті. Бастауын тәуелсіздік алған жылдан бастаған жас тұлпар жобасы Тобыл Торғай өңіріндегі талапкер ақындарды шындап шығаратын рухани мектепке айналды. Өз ауданының абыройын асқақтатқан бұл сайысқа 510 жас ақын қатысты. Олардың бәрі аудандық қалалық іріктеу сындарында үздік шыққандар. Ұлттық мәдениетіміздің ұлылығын ұғынған жас айтыскерлер ұлт ұстазының еңбегін, тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі жетістігін жырларында арқау етті. Бұл жыл сайын өтіп жатқан жас тұлпар облыстық айтыс оқушылардың енді жалпы 5-ші сыныптан жоғары оқушылар қатысып жүр жыл сайын. Бұған енді жыл сайын деңгейі әртүрлі ақындардың дайындалуына, жетекшілердің жаңағы дайындығына. Бұл мысалға биылғы жыл 2 күнге созылып жатыр, өйткені күні кеше 12 сәуір күні шеберлік сағаты өтті. Айтыстың жалпы көркемдік жаңағы жағынан ақындар қандай мақамды пайдалана білу керек және өлеңнің құрылымы белгілі айтыскер ақын жерлесіміз Марғұлан Оспанов жүргізді. Одан кейін кеше сол Ахмет бабамыздың жердегі ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, мұражайына апарып, оқушылармен таныстырып дегендей, бүгін енді үлкен айтыс басталғалы тұр. Бүгінгі айтысқа келгендер де сол алдыңғы буынды үлгі тұтып, осы өнерді игеруге талпынған талапты өрендер. Олардың бірі Ақжүніс жүрсін. Аталмыш байқауға оның 2-ші мәрте қатысуы екен. Әйтсе де толқып тұрғанын жасырмайды. Бірақ таңғылықта әзірленіп келгенін айтады. Өзіне сенімді жас ақын көрерменнің қошеметінен асқан сый жоқ екенін тілге тиек етті. Байқау бабы мен бағы қатар шапқанның жеңіске жетуін білдіреді деп дөп басты Ақжүніс. Айтысқа ең алғаш қызығушылығым оянды. Ол менің нағашы атам айтысқа қатысқан болатын. Және де айтыскер ақын Айбек Қалиев ағамыз өзімнің нағашым болғандықтан сол кісіден дарды деп ойлаймын. Айтысқа осы айтады ғой, ақынның арқасы озады деп. Сол кезде қалай ұсыныс түсті, содан бастап айтысқа қызығушылығым оянды. Тарихы тереңде жатқан бұл байқауға төрелік еткен әділ қазылар алқасы да бөтен адамдар емес. Осы жобаның алғашқы жеңімпаздары мен 30 жылдан бері басы қасында жүрген тарих куәгерлері. Жас тұлпар жыр додасы өзінің құндылығын жоғалтпаған, әлі жоғалтпайтын талапкер ақындарды қалыптастыратын үлкен орта дейді олар. Ең бірінші 92 жылы Наурызым ауданында өтті. Соған 4-ші сыныпта оқып жүріп қатыстым. Міне содан бері 30 жыл өтіп жатыр.
қазір жастардың өрісі, ой өрісі, танымы, талғамы деңгей өсті, рас. Енді сан емес, негізі сапада болу керек. Сондықтан мен байқап жүрмін, осы кейінгі жылдары жас айтысқа кіре салып, жарқ етіп көрініп жатқан балалар бар. Енді оны шүкірдеу керек. Сондықтан менің ойымша келешекте сол рухани қазынамызды ары қарай жалғастырып, дәріптеп әкетіп, өздерінің шәкірттерін, ізбасарларын тәрбиелейтін бір жақсы ақындардың шоғыры қалыптасады деп ойлаймын. Көпшіліктің көңілінен шыққан бозбала мен бойжеткендер төл өнер айтыстың қашанда жоғары биік екендігін көрсетіп бақты. Сахнаға шыққан 5 жұпта сүбелі сөз септеп, сергек ой танытты. Табан асты қойылған сауалға жауап беріп, бойында суып салмалықтың бар екендігін танытты талант иелері. Облыстық оқушыларға айтысы жас ақындардың талабын ұштап, өнер өлкесіне жолдама беруді әлі де жалғастырып келеді. Тұсауы осы бәйгеде кесілген көптеген дарын иесі қазіргі таңда елге танымал өнерпаздарға айналып та үлгерді. Әйгерім Төлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Осы аптада болған маңызды жаңалықтар легі осындай. Сау саламатта болыңыздар.